органы второй смены всем активизируют работу. Менее 5 протоколов на каждый экипаж, чтобы была оппозиция. Не менее по 5 протоколов каждый экипаж, değil mi? Yok, niye soğutmalı? Құрметті әріптестер, бүгін бәрін аппараттық кеңеске қатыстыңдар. Естідіңдер, 434 бап бойынша әр учаскелік инспектор күніне бір хаттама толтыру керек. Одан бөлек 440 бап и каждый аудан, точнее каждый участковый пункт бір 200 хаттама толтыру керек. Осы бойынша бақылауға алдыңыздар. Ендігі аппараттық кеңесте именно осы сұрақ қойылады. Осы сұрақ бойынша мен баяндаймын. Қайырлы күн, қазақ елі, баршаларыңызға. Осыдан бірнеше күн бұрын айыппұлдарға қатысты мен видео салған болатынмын осы TikTokқа және Facebook, Instagram әлеуметтік желілеріне. Сол жерде маған көптеген қазақстандықтар мені қолдап, осы айыппұлдардың орынсыз салынып жатқаны, кибершерифтің қай жер болса сол жерде тұрып өте қалтаға қиын соқтырып жатқан мәселелер бойынша пікір жазған болатын. Осы мәселені мен көтергеннен кейін маған Түркістан облыстық полиция департаментінен таныс кісілер хабарласып, маған сол салған видеомды өшіріп тастау бойынша ұсыныс білдірген болатын. Әрине бастапқы кезде мен өшіруге әрекет жасап, өшіріп көрдім фейсбуктарына. Таныстарымның өтінішін жерге тастай алмай. Жоқ, кейіннен қарасам барлық әлеуметтік желілерде көптеген сұранысқа ие болып, сәлеметсіз ба, көптеген тұрғындардың ойынан шығып жатқандықтан мен оны алып тастамау керек деп шешіп, басқа желілерден алмай және алып тастаған Facebook әлеуметтік желісіндегі видеоны қайта салған болатынмын. Осы мәселеден кейін маған басы жоқ, аяғы жоқ айыппұлдар келе бастап жатыр. Мысалға, осыдан бірнеше күн бұрын мен 60-пен өткен скоростқа 70-пен өтті деп па сондай қойғанда, бірақ мен ол жерден ондай скоростпен өткен емеспін. Ол менің үйімнің повороты, ол жерде мен ондай скоростпен өте алмайсың да. Өткен разворотта сол жерден торымыз басып тоқтайсың, алдындағы көліктер өткеннен кейін өзіңнің жолыңа түсесің. Трассадан кіші жолға түсесің. Сол жерден маған скоросты көбейттің деп келген, мен ол жерден скорост көбейтіп өтуі мүмкін емес. Сосын кеше ғана осы базардың тұсында светофордан өткен, мен жасылда өттім, дополнительный жанып тұрды, мен содан өттім. Сөйтіп енді сызықтан өтіп алғаннан кейін уже күтесің ғой алдыңдағы машиналар, артыңа қызыл жанса да біз өте береміз. Өйткені біз сызықтан өтіп қойдық. Бірақ сол сызықтан өтіп қойған жерімді мен кесіп көрсеткенде светофордың светі сары жанып тұр. Яғни мен жасылда өттім, мен өткеннен кейін моргающий сары жанды. Бірақ бәрі маған 18 000 теңге штраф келіп тұр. Бұны мен Түркістан облысы полиция департаментінің маған жасаған қудалауы деп түсінемін.